Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жылқы етінен осындай керемет шұжықтар жасайтын боламыз. Піскен кезде өте дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге ет керек. Менде мұнда 3,5 килограммдай жылқының еті. Етті осылай видеода көрсетілгендей етіп, үлкен де емес, кішкентай де емес, осындай 4 бұрышты қылып, бір келкі қылып турап аламыз. Міне етімізді турап болдық. Енді еттің үстіне май тураймыз. 1 киладай май болады осы жерде. Майдың бәрін турап, етіміздің үстіне саламыз. Міне етіміз бен майымыз дайын. Енді үстіне чеснок қосамыз. Менде 1 бас чеснок. Әрқайсысын осылай теркадан өткізіп, үккіштен өткізіп, маймен еттің үстіне қосатын боламыз. Және мен 1,5 ас қасық тұз салдым, және 1 қасық ас қасық қара бұрыш салдым. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне осылай 1 кеседей минералды су құйдым. Болмаса, жай су құйсаңыздар да болады. Енді жақсылап араластырамыз. Алдын ала жақсылап жуылып дайындалған ішегіміздің ішіне саламыз. Ол үшін ішекті өзіміздің керек ұзындықта кесіп аламыз. Және екі шетінен жақсылап байлаймыз. Ең алдымен бір шетінен байлап аламыз. Және екінші шетінен майымен етін араластырып отырып, салып отырамыз. Осылайынан бәрін салып болған соң, екінші шетінде ұшын жіппен байлап қоямыз. Жіппен жақсылап байлау керек, ол ашылып кетпеу керек. Және осылай ішекке етіміз біткенше салып отырамыз. Міне достар, менде осы еттен осындай 3 шұжық шықты. Өте керемет, және жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасаңыздар. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.